Құрсаудағы қыз 2021-2023 жылдар аралығында түсірілген түркиялық сериал. Режиссері Надим Güç. Сериал 3 маусым 83 бөлімнен тұрады. Бай ата-ананың жалғыз қызы махаббат пен сән-салтанатта өсті. Элиталы мектепте, содан кейін беделді университетті бітірген ол сәулетші ретінде Keroğlu қонақ үйінің жобасын бастайды. Түркиядағы ең ірі қонақ үйлер желісін иеленетін компанияда жұмыс істеу Ниланға үлкен байлықтың мұрагері Sedat Keroğluмен кездесуге мүмкіндік береді. Шынайы сезімдер шынайы махаббатқа ұласады. Нилан ертегі Қаншайымдай Ханзаданың әдемі үйлену ұсынысын қабылдайды. Бұның бәрі керемет тоймен аяқталады. Табысты Қаншайымның бақытты ұзаққа созылмайды. Үйлену тойынан кейін Ниланның күйеуі тез суып, сезімін көрсетуді қояды. Оның үстіне сәтсіз жүктілік Ниланды терең депрессияға ұшыратады. Бай үй шаруасындағы Ниланның бақытсыз өмірі бір сарынға ұласады. Біраз уақыт өтіп, жас келіншек бейберекеттік пен қараңғылықтың ауыр жүгінен құтылғысы келеді. Ол өмірді нөлден бастауды шешеді және ең алдымен ажырасуға өтініш береді. Бұның аяғы немен аяқталмақ? Ниланның құрсаудағы өмірін сериалдың әр бөлімін қалт жібермей қарасаңыздар болады. Достар, сіздерге Құрсаудағы қыз сериалы ұнап жатыр ма? Олай болса осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып кетіңіздер.